Талаптарын плакатқа жазған кәсіпкерлер осылайша еститін мемлекеттің естімейтін кей басшылары жан айқайымызды оқып білсін дейді. Қос бүйірден қысқан несие мен салыққа жұмыс істеп отырған кәсіпкерлер осылай шеруге шықты. Президентімізге, министр Цойға, Санврач Киясовқа, мәжіліс депутаттарына, Нұр Отан партиясының жетекшісі Байбекке бес кісіге жолдауымыз, өтінішіміз. Той жасаймыз, тығылып жасауға тура келіп жатыр. Өйткені бізде ол в любом случае кредитіміз бар. Каждый адамның, например, даже жұмысшылардың кредиті бар. Наразы топтың арасында асабалар мен азық-түлік сатумен айналысатын кәсіпкерлер де бар. Олар табыстары тойханалар беретін тапсырыс арқылы түсетінін айтады. Күнкөрісіміз қиындап кетті айтқанда. Қазақстан үкіметтен осыны сұранысымыз осы тойханаға рұқсат берсін. Кейін көп адам болмаса да 50-200 адам рұқсат берсін. Мен енді айына 1 миллионы кем табыс таппайтын. Самолетта 180 адам қазір лық тола отыр. Үлкен білім ошағында 3000 студент кіріп шығып оқып жатыр. Ол жерде 300 адам мұғалім, күніге той. Кәсіпкерлер арасында баласына той жасап бере алмай жүрген ата-аналар да бар. Осы 4 ай болды. Осы індетке байланысты балама бір той жасап бере алмай жатырмын. Алматы, Шымкент, басқа қалалардың бәрінде той болып жатыр. Наразы топқа шұғыл түрде қала әкімінің қос орынбасары шығып, қос тілде кәсіпкерлердің ашуын баспақ болды. Каждый второй человек, который болеет, спросите, ты где заразился? На то и заразился. Как неправильно? Вы были в больнице в инфекционной? Вы видели, когда люди умирают? Тыңдаңыз. Қазір заң аясында жұмыс істеуге құлшылықтарыңыз білдіріп тұрғандарыңызды көріп тұрмыз. Ойларыңызды, арыздарыңызды облыс басшылығы, министрлік басшылығы, еліміздің басшыларына жеткізіледі. Талаптарын табандап тұрып тыңдатпақ болған тойхана иелері бизнесімізді шектеу тыйылмаса, облыс әкімдігінің алдына барып арызымызды аймақ басшысына айтамыз дейді. Ал оған жеткізгісі жоқ жергілікті билік қаладағы жалпы саны 74 мейрамхана иесінің арыздарын алып, ұсыныстарын қарастырмақ. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі.